Қазақстан Республикасы президентінің іс басқармасы медициналық орталығының ауруханасы 1997 жылы Астана қаласында ашылған. Аурухана 2015 жылдың наурыз айынан бастап жаңа ғимаратқа орналасты. Аурухана аурудың алдын алу, оңалту, емдеу, диагностика жасауда ең озық әдістерді қолданады. Бұл көп бейінді клиникада 7 терапиялық және 9 хирургиялық бағыт бойынша медициналық қызметтің барлық түрі көрсетіледі. Жоғары білікті мамандардың толыққанды медициналық көмек көрсетуі басты артықшылық. Аурухананың жоғары технологиялық және инновациялық медициналық құралдармен жабдықталуы бірегей диагностикалық және емдік іс-шаралардың барлық түрін жүргізуге мүмкіндік береді. Аурухана 2016 жылдан бастап денсаулық сақтаудағы алтын стандарт болып табылатын әлемдік GCI аккредитациясынан 3 рет сәтті өтті. Сондай-ақ ұлттық аккредиттеу стандарттарына сәйкес жоғары санатқа ие. Бұл мінсіз менеджменттің қауіпсіз әрі сапалы қызметтің айғағы. 2018 жылдан бері ауруханада халықтың денсаулығын алдын ала тексеріп скринингтен өткізу үшін чекап диагностика бөлімшесі жұмыс істейді. Бұл адам денсаулығын кешенді тексеріп, аурудың асқыну қаупін анықтайды. Заманауи медициналық жабдықтардың көмегімен диагностика жүргізіледі. Бұл патологиялық өзгерістерді ерте сатысында анықтауға және емді дұрыс әрі нақты тағайындауға мүмкіндік береді. Аурухана қызметіндегі маңызды бағыттардың бірі кардио және нейро оңалтумен қатар жарақаттан кейін қалпына келтіру. Гибридті жүрек қан тамыр хирургиясы мен роботталған хирургияны қоса алғанда операциялардың 85%-дан астамы биплан ангиографының көмегімен үлкенділік жасамай аз инвазивті әдіспен жасалады. Ауруханада қатерлі ісікті емдеуде фотодинамикалық терапия тәсілі қолданылады. Бұл Қазақстанда қатерлі ісікті емдеуде қолданылатын бірегей әдіс болып табылады. Ядролық медицина орталығында радиофармацевтикалық препараттарды өндіретін циклотронды өндірістік кешен жұмыс істейді. Онда жоғары технологиялық диагностика жасалып, радионуклеидтік әдістермен ем жүргізіледі. Мұндай орталықтың орталық Азияда ешқандай баламасы жоқ. Геномдық зертхана ауруды ДНК деңгейінде анықтай отырып, генетикалық зерттеулер жүргізуге, онкологиялық ауруларға бейімділік пен тұқым қуалайтын ауруларды анықтап, пациенттерді емдеу жолдарын қарастыруға мүмкіндік береді. 2023 жылдан бастап ауруханада респираторлық медицина, ас қорыту жолдарының проблемалары, аутоиммундық аурулар, диабеттік аяқ, спорттық медицина орталықтары жұмыс істейді. Аурухана кәсіби мамандардың қажырлы еңбегінің, озық басқару жүйесі мен кадрлық әлеуетінің арқасында елдегі стационарлар рейтингінде көш бастап тұр. Клиника, ғылым және білім үштігінің бірігуі айтулы ғылыми жетістіктерді клиникалық тәжірибеге ауыстыруға мүмкіндік береді. Ал озық технологиялар, кәсіби біліктілік және пациенттерге жасалатын күтім халықаралық стандарттарға сәйкес жоғары сапалы медициналық көмекті қамтамасыз етеді.